Былтыр Абай көшесіндегі нөмірі 34 үйдің ауласында балаларға арналған ойын алаңы тұрғызылды. Енді бүлдіршіндер уақыттарын қызықты өткізе алады. Биыл тұрғындардың басқа мәселесі шешімін тапты. Абай көшесіндегі нөмірі 34 үйдің тұрғындары өз уәждерін қала әкімінің есептік кездесуінде көтерді. Өкінішке орай бірнеше жыл бойы мұнда асфальт болмаған. Биыл орайы туып, қала әкімі назар бөліп, асфальт төсеуді талап етті. Нәтижесінде осындай жұмыстар. Бұл жердегі жұмыстар 2 күн бұрын басталды. Асфальт төсеумен айналысып жатқан мердігер компания тиісті міндетті жуық арада аяқтауды көздеп отыр. Абай 34 пәтер-үйлер кооперативі төрайымының сөзінше, жаңа жол жамылғысы біразға шыдас береді. Я обращалась с просьбой. Біз бірнеше жыл бойы асфальт күттік. Биыл ауламыз жоспарға кірді. Қала басшылығы мәселені назарға алғаны қуантады. Мұндағы жұмыстарға ауа райы да оң қабақ танытқандай. Айта кеткен жөн, көп қабатты үйдегі пәтер иелері енді саздан арылып, таза жолмен жүретініне қуанышты. Асфальт салып жатыр мінеки, өте қуаныштымыз. Бала-шағалар енді ойнайды, көңілді мінеки. Ешқандай балшық не жоқ, аяқтаны жабысатын. Асфальтты қажет ететін аумақ 2,5 мың шаршы метрді қамтиды. Білікті мамандардың арқасында жол тегістеліп, жаңа кейіпке енеді. Жоспарға сәйкес жаз уақытында 110 аулаға асфальт төселеді.